енді бетпе-бет отырып жеке таныспағанбыз, көрген жерде сәлемімізді дейін десем де көріспегенбіз, бірақ енді жер домалақ болашақта кездесе жатармыз. Дегенмен де қазақтың бір қызы ешкімге алақан жаймай, басын тік көтеріп, өзінің адал жолымен, маңдай термен қаражат тауып табысты болып жүргеніне қуанып, сол жағынан мен қолдаймын да ол қызды. Кеше анау ебіл-дебіл шығып жылап атқан сторисін бәріңіз скрин жасап салып қойыпсыздар. Мен өзіме қатысы жоқ нәрселерге кейде бүйтіп шұқылап бас қатыра бермеймін. Өз 4-5 баладан кейін сондай болады екенсің ғой өзі. Құлақтың тыныштығы, бастың амандығы, өзіңе қатысы бар ғана жерлерде жүріп деген сияқты. Сөйтсем анау сыртқы келбетіне, болмысына әңгіме айтқан ба? Ой Құдай-ай. Әй, не жұмыстарың бар? Құдай солай жаратты. Мысалы да, жаратылысына әңгіме айтатын кімсіңдер? Мысалы, менің қолымда тұрған дүние болса, мен мұрнымды сүйір мұрын, бетімді Анджелина Джолидікі сияқты қып, қазақтың даласындай бетпақталағымай, көзімді, кірпігімді, ботаның кірпігінде етіп қайқайтып, көзімді домаландырып алатын мысал ретінде. Бірақ Алла бізді осылай жаратты. Болды. Алланың жаратқанына шүкір. Аллаға мың тәубе. Деніміз сау, 12 мүшеміз аман. Айшолпан қыз жылай берме. Несіне жылайсың, Құдай-ау? Әлі бойдақ болып, сәл сөйтіп жүрсің ғой, ертең Алла нәсіп етсе, бағың жанып, өмірлік серігін тауып, 2-3 бала өмірге келгеннен кейін, біз сияқты бетпақ боласың, Құдай қаласа. Десе мә деп, алдыңнан келген сүзіп, артыңнан келген тебетін боласың. Ешқандай да жылама, ел не демейді, елдің аузына елек қойып болмайды. Достар, енді мен барлығын от-үйді айтып кетейін. Маған реалити шоу хабарласады, яғни реклама форматында түсіп беріңізші деп. Мен өзім блогер, бір жағынан актриса ретінде мақұл деп келсем, өйткені жеңіл форматта өтеді. Мен өзім ондай қатты негативный нәрселерге түскенді жақсы көрмеймін. Сояңнан айтамын, мен аудиториям осындай нәрсені қабыл алады деп. Я дейді, біз реалитида осы холодильникті қараймыз, уходты қараймыз дейді. Бәріне келсем, хорошо деймін. И мен былай айтам, ол еще келісіледі. Холодильникті дәл солайынан қалдырайын, чтобы сіздер көрсете алатындай осындай нәрсені питаться етуге болмайды. Мен мүмкін осындай тамақтардан Айшолпанның бетінде осындай проблемалар бар дегенде. Андай ПП тамақтарды жинап қойып, ондай түр жасағым келген жоқ. Шынымен де немен тамақтанам, соны көрсеткім келді. Екіншісі, уходымнан да дәл солай. Мен ескерттім. Жартысы бартырға, сыйлыққа келген заттар. Мен жартысын бір сыйлап жүрсем, қалғанын оба болмасын деп әйтеуір қолданып тастаймын, бетімді қышытып ашытпаса болды деп. Сол жерден бәрі басталады ғой. Мен ішімде бір түрлі бір сезім пайда болады. Енді менше мүмкін сондай сіздерге образды көрсеткен шығармын. Мен тиктокта, инстаграмда өз-өзіме қалжыңдайтын шығармын. Өзімнің басыма өткен ситуацияларды солайынан айтып беретін шығармын. Бірақ ол біреудің маған ондай отношение жасауға болады деген сөз емес. Мен сіздің әзіліңізге күліп отқаным, маған ондай әзілді лақтыруға болады деген сөз емес. Мен егер сіздерден ондай отношение болмайды маған деп айтсам, мені не болып қалды сонша, көтере алмай қалдың ба деп маған күлетін нәрсе емес негізі. Солайынан болды, сол зат келді, сол жерден менің ішімде бір түрлі бір сезім пайда болды. Мен өзімді жалдақ қойған сайқымазақтай сезіндім, шын айтайын. Мен киноға түскен шығар, маған сондай прикол айтатын, бірақ ол жерде барлығы келісіледі. Актер менен бір рет кешірім сұрап, содан кейін сол нәрсені айтады, осылай сценарий жазылыпты деп. Мен оған қол қоям, мен айтам, келісем деп. Содан кейін кино түсіріледі. Бірақ мына жерде мен неге олай жасадыңыздар деп бір ауыз сөйлеген кезімде бетіме қарауға лайықты болмай, просто біз солай шештік, сізге үлгіріп айтып үлгірмедік деді. Солайынан бургер заказ беріледі. Менің квартирамда айтқан, заказ беріп қойған, ол нәрсе маған айтылмайды. Мен мақұлшы енді. Тәуекел енді бір бургер үшін 40 шығарып кетпейін дейін да, бірақ бір түрлі болам, неге ескертілмеді екен? Итак, мен холодильнигімді көрсетіп тұрмын, қандай состояние деген ештеңемді жасырып тұрған жоқпын. Неге одан самайын мені ондай тамаққа тоймайтын толық адамдарды сондай бургер жеп, даже осындай реалити шоу келе жатқанда бір шыдамай бургер заказ берген адамдай көрсеткілер келгенін түсінбедім. Мен итак жасырып тұрған жоқпын, осындай кола ішетінді, бір нәрсемен питаться ететіндерімді. Хорошо деймін да, конфликт шығармай қойын, көне салайын, ештеңе етпес деймін да. Барып келе салам, алып келем өзім. Келгеннен кейін шығарам сырт ішінен, сөйтіп 1-2 фриін жеп көрсете салам. Неге? Сол кезде ана қыздар маған қазір шыдаңызшы Айшолпан деп, бір мен шыдамай айтқандар өздері заказ берген бургерді. Қазір мен бір сұрақ қоям, сосын бір фарриден жеп тұрасыз, деп сөйтіп. И каждый раз продюсердің өйтіп айт, дөрекі айт, қатты айт, болмайды деп сөйтіп айтып тұрғандары, мен ана жерде 6 адамның маған бір жабылғанындай сезіндім. Менше енді басында көңілді болуға тырыстым.
менің состояниемізді до ол видеода и после соңына қарай көрсеңіздер бәрі көрініп тұр. Бәрін жеңіл болсын, ақшасын алып отырмын ғой, просмотр болсын, барымды салайын, бүкіл приколымды тықайын, айтайын, қалай бар солай көрсетейін. Мен халықтан еш нәрсені жасырған емеспін. Мен всегда айтамын, мен тоқтығымның кінәсі ғой, мен тамағым, мен шыдай алмаймын. Ол жерде де айтып жатырмын. Мен вредный привычкам осы, темекі шекпеймін, ішпеймін, бірне қылмаймын, бірақ осыны ішіп қоятын бар деп. Бүкіл видео мен ақталумен болдым. Мен хотя ескерткем, еш нәрсені істемеймін, көре берсін, маған айтыңыздар, бірақ оны да айтудың жолы бар ғой, күліп, мысқылдап, біз скрытый агрессиямен емес, Айшолпан осыны болмайды, осыны алып тастайық деп. Ал сіз осындай жейді екенсіз ғой, срогын тексер деп продюсер каждый раз. Көр, айт, жоқ деп айт, дөрекі қылып айт, нақты айт, сіз ондай алып тастасақ болады деп айтпа деп. Мен тұрмын ғой, мен как будто мен жоқ сияқты отношение болды да. Мен шынымен де тамақтарды обалсынамын, достар, тастауға ше. Ақтарды төгуге қорқам, ақталып жатыр, менікі емес, қыздар алып келеді, анау мынау деп. Мен жеймін, я тәтті жейтінімді көрсеттім, осы затты өзім алдым, осыны өзім ішемін деп. Бірақ мен біліп тұрсыздар ғой, енді бетім проблемный екенін, сіздерге дейін осындай қолымнан келсе сіздер айтпай осы күнге дейін арып кетпеймін ба, оны да айтып тұрмын да. Маған айтады бір уақытта, мен бәрін білемін, маған өйтіп қайта-қайта айта бермеңіздер деп айттым ғой, инсулинный резидентсің бар екен, сахар бар шығар сізде деп. Бірақ олар айтады да, сіз бәрін білсеңіз ертең какая гарантия, мен сізге 500 мың теңге не беремін, сіз арықтап кететінсіз. Мен айтамын, енді мен өз-өзім алдымда сөзімде тұрмайтын шығармын, бірақ сіздердің алдарыңызда уәдемде тұрамын, қанша халықтың алдында тұрмын. Сол үшін де сіздерге келістім, может, будущем осы жағынан арықтап кетемін, будущем осы жағынан бетімді тазалап аламын деген сияқты. Сөйтіп айтып жатырмын. Бірақ білмеймін, мен сездім сол нәрсені. Кәдімгідей сездім. Маған қиын болды ана жерде ол адамдармен, как будто 6 адам маған бір адамға жабылып жатқандай, бірақ ол нәрсенің бәрін бетідегі күлкімен жеткізуге тырысқанын сездім. Бірақ бәрі бітті, когда олар маған уже қолтығымды обсуждать етті. Менің қандай продукция қолданатынымды, мынандай нәрсені қолдауға болмайды, сіз потыңыз выделение, қолтыққа не жағасыз дегенде мен ана жердегі 4 еркектен ұялып тұрдым. Мен сондай терлейтінімді айтуға. Шын айтайын, сол жерде мен айттым, ход туралы әңгіме айтуға келдік па, әлде менің қолтығымды обсуждать етуге келдік па деп. Сол жерде біз қыз екеуміздің арамызда біртүрлі бір ситуация пайда болады. Соңында қайтатын кезде мен айттым, достар, бағанағы бургерді удалить етіп тастайықшы, маған ұнамады, неге өйтесіздер, неге сценарий алдын ала келісілмейді. Сол кезде маған продюсер тұрды, маған қарамайды, біз просто солай шешіп қойдық, сізге айтып үлгермедік деді. Сосын жаңа главный қыз тұрды, сосын айтты, видеоны ұнамаса реттеп кесеміз деді. Сіз айтын, сосын 400 мың теңге ақшасын айта берді, жаңағы операторға төлейтін, бір нәрсеге төлейтін. Осы 400 мың төлеуім керек, мен минусқа кеттім, видео шықпайын деп тұр. Осындай, ары қарай түсіре алмайтын болдық. Сіз неге сторис салып тастағансыз, неге сіз сториста осындай әңгімелер айтасыз деп. Сосын мен айттым, мен сіздерді атаған жоқпын, мен өзімнің эмоциямен ғана бөлістім, мен ақшамды салып жібересіз ба, өтініш деп сөйтіп айттым. Ешқандай да ақша салынған жоқ. Все время менің обидам, мен сізге ренжідім, мен 400 мың теңге құрттым, мен бизнесменмін. Сосын маған айтты, бір условие айтам, сіздің осы ақыңызды мен тек басқа продукцияма реклама арқылы ғана төлей алам деді. Сосын мен айттым, жоқ, маған керек емес ешқандай деп едім. Бір уақытта трецке қатты кетіп қалды барлығы. Сосын қайтадан хабарласып ол кісі айттым. Не деді? Маған айтты, Мудмартты белгілеңіз де, айтыңыз деді. Қазір сізде проблема басқа біреулермен болып жатыр, бірақ маған Мудмарт көмектесуге келді, бізді отметтетіңіз, солай етіңіз деді Мудмарт. Бір уақытта мен оған келіскен жоқ, мен сізді как будто хайповать етіп алып келгендей болып тұрмын, өтесе алмаймын деп едім. Онда бізді отметтетіп, Мудмарт емес деп айтты деді. Содан кейін маған, мен қазір ойланайын дедім да, осындай сторис салсам, мен как будто кейбір халық ойлап қалады дедім. Как будто хайповать етіп, осындай осы кісілерді ақыры сөйтіп айтайын деп тұрғандай. Бірақ ситуация ондай болған жоқ. Мен кісіге ол кісіге айттым, неге сіз каждый раз өзіңіз айта бересіз? Неге ондай ситуация тудыған туралы айтпайсыз? Мен өзім соншалықты еңіреп жылап қалатындай болса, демек маған сондай отношение жасалғаны ғой. Неге соны сөйлеспейсіз? 2 сағат трецке шығам дегенге дейін, неге менің бір халімді біліп, неге олай жылап жатсың? Қай жерден қателік кеттік? Айшолпан, давайте стористы өшірейік, шешейік проблеманы десе, мен де адаммын ғой, мен де барам ғой, неге өшіріп тастайтын едім сол жерде, сіздерге ақтап алып шығатын едім ол кісілерді сол жерде. Бірақ оның орнына каждый раз ол кісінің обидасын естіп оттым да. Менің взглядым сондай, осындайым сондай, өйтіп қарадым, біз өзіміз оператормен, продюсермен келісіп алғанбыз, строгий боламыз, қатты сөйлейміз деп, и соны сізге айтпаппыз, біз сөйтіп ойламаппыз деп, сондай әңгімелерді естимін да. И соңында мен жазам, кешіріңіз, мен сыйламаған жерде адамдармен жұмыс істегім келеді, мен сіздерді ешқандай да отмет етіп салмаймын, видео солайынан тұрады, мен бірақ сіздерді атамаймын деп.
айтпақшы, мен соңында отказ бермей тұрып, ол кісілер маған телефонмен звондайды, маған айтады, осындай у шығып жатыр, осындай болып жатыр деп. Сосын барып мен айтам, жаңағыдай да отметка жасамаймын, мудымарт емес деп те айтпаймын. Өйткені сол ситуация болды, мен бөлістім, өзімнің аудиториям, өзімнің парақшам, осылайынан айттым, сіздерді отметке етпедім деймін. Бір уақытта маған айтады, ондай болса менің де обидам бар, сіз жаңағы сізден агрессияны сездім, анау мынау деп айтады. Солайынан ол өзін айта береді, 400 мың теңгем кетті, мен күйіп кеттім, осындай болды проблема деп. Сосын мен ол кісілерге айтам, ол кісілер айтады, ертең халық айтады, қояды солайынан. Онда мен өз жағымды айтам, сторисқа шығам, видеоны мен монтаждап салам дейді. Мен сол видеоны монтаждалғанынан салынып кете ма деп ойладым. Өйткені менде полный видеоға қалай болған туралы доступ жоқ. И ол доступ болмай, олар қалай салса да ол видеоны өздеріне пайдаланып алады деп. Мен видео салынбасын, маған ақша төлеген жоқсыздар, договор жоқ, сондықтан мен өз лицомды олай қолдануға рұқсат бермеймін деп айтам. Болды. Сосын ол кісілерді мен удалить етпеймін, видео өткен өз парақшам, өзім салындым, ол кісілерді отмет еткен жоқпын. Бірақ қанша халық көріп жатқаннан кейін, қазір мен ол кісілер емес болмаса удалить етіп тастасам, ол кісілерді бір халықты шулатып қойғандай бір хайп іздегендей болып қалам дедім да. И бір уақытта удалить еткен жоқпын, отыра бердім видеоны. Ол кісілерді отмет еткен жоқпын, бірақ бір кезде третьте байқаймын, нас оклеветали, біз емес деп айтады. Сосын мен айтамын, сіздер неге біз емес деп айтасыздар? Неге мені осындай состояние қалдырып кетіп, хотя бы не болып қалды деп разбираться етпедіңіздер? Неге менен третьеге шықпай тұрып, менің аудиториям ондай екен, бар екен білмей тұрып, 2 сағат ауада тұрды сторис. Сол кезде кешірім сұрап, осы нәрсені разгладить етпедіңіздер дегенде, сөйтіп жазып жіберемін мен ол кісілерге. Содан кейін барып менің подругам осы мудымарт екенін отмет етеді. Содан кейін олар менің есігім алдыма келіп кездесейік деп айтады. Мен шықпаймын. Менің подругам продюсер, менің продюсерім, сол кісі шығып әрі қарай дальше сөйлеседі.